осындай пекин капустасы үлкен, қараңыздаршы. Үлкен 1000 теңгеге алдым. Пекин капустасы жап-жасыл. Біз қыста аламыз, аппақ болады. Мынандай жасыл пекин капустасын бірінші рет көріп тұрмын. Қазір осыны кесемін. Өткенде былай кесем, ойбай аз кестіңіз деп жазып жатыр да, Инстаграм. Ой, Ютубта. Енді кішкене былай кесеміз. Сосын әр жапырағын ыстық суға салып қоям. Мінекені түбін кесіп тастадым. Бұны лақтырып жібереміз. Өткенде осыншама бәрі жазды. Аз кестіңіз. Мына араңыздар, мынандай жапырақ. Мынадан күшті голубцы шығады ғой. Не болса оңай алынады. Ана ақ капустадан домалап. Ойбай, енді жасамаймын. Өткенде жасап, жұмсарта алмай сорлаған. Рақат қой. Қарсық суға малып қоям. Жұмсара қалады. Оңай. Алла қоясың. Красота. Түсі қандай күшті жап-жасыл, е? Жасыл түс жастықтың, денсаулықтың, өмірдің символы. Осы жетер бізге. Осы бізге. Қалады. Салатқа пойдет. Таңғы асқа керемет салат жасайтын болам. Суды қайнатып алдым. Енді осыған жапырақтарды саламын. Бірдеңе сыйдыру керек енді. Үлкен капустада. Бұдан үлкен менде ыдыс болған жоқ. В общем, су маз болып қалды ма, сонымен кішкене газға қойып шамалы қайнатып алайын дедім. 5 минут болса да бұрқ еткізсем де қайнатып аламын. Әйтпесе мынаған жұмсармайтын түбі бар. Жұмсартып аламыз, қайнатып аламын. Бір 5-7 минут жетеді деп ойлаймын. Фарш, сиыр еті, күріш, тірі күріш піспеген, жуас сақтап тұрады. Осыған енді тұз қосам және қара бұрыш. Ойбай, бұрышым бітіп қалған ба, түсінбедім. Жетеді. Осыны араластырам. Міне 5 минут қана қайнаттым. Мына капуста тез жұмсарады екен. Мына жерін пышақпен алып тастадым. Мына жер қалың, соны жұқарту үшін бұлай қырып пышақпен аккуратно алып тастаймыз. Өйткені бұл жер қалың, орауға келмей қалады. Алдым, жұқа, жұмсақ. Осыған қазір фарш салам. Фарш араластырдым. Сөпақша етіп саламыз. Ойнау теріс жағыны. Теріс жағы. Осыған саламыз. Нарандар сочный болып тұр. Кәдімгідей сөлі шығып болсын. Нараңыздар қалай оралады? Оп-оңай. Қарым жерін орай берейін жапырақты. Мынандай үлкен болып шықты. Менің ойымша жапырақты екіге бөлу керек. Бұлай ұзыннан екіге бөліп жасау керек. В общем, мынау не пойдет? Добалдай және түсініксіз. Міне екіге бөлдім. Енді осылай жасап көремін. Осыған кішкентай ғана қылып саламыз етті. Енді осыған ораймын. До конца ораймыз. Енді мынасын ішіне былай ішіне тыға саламыз. Көреміз. Енді более-менее болып шықты.
шықты, мінекей. Шағын жеуге ыңғайлы. Салыстырыңыз. Мынау бірінші жасалғаны, екіншісі. Енді осылай жасаймыз. Мына жер қалыңдау майлы. Майсат. Етті жерге саламын. Ойбай. Жұмсарып жатыр. Енді осылай ораймыз. Сіздер қалай жасайсыздар? Кеңестеріңізді жаза беріңіздер. Екінші жасалған қараңдаршы, более аккуратно, да, уже. Насын бүйтіп ішіне кіргізе саламыз, да, бүйтіп тыға саламыз ішіне. Міне. Жасай, шебер боласың. Суын төгіп тастадым, өйткені өте былжырап кетіп бара жатыр. Сондықтан суын төгіп тастадым. Жасауымызды жалғастыра берейік. Міне көрдіңіздер ме, мынау былжырап жыртылып кетіп жатыр. Міне пышақпен мына жерін жұқартып алып тастап жатырмын. Мына жерін кесіп қысқарта салдым, қыздар. Үлкен болса да үлкен жапырақ. Мына етті саламыз. Ораймыз. Жапырақтарында жап-жасыл керемет, е. Екі жағын бүйтіп ішіне кіргізе саламыз. Бүйтіп. Ыңғайсыз, сосын мына жағын бүйтіп ішіне тығып жібереміз. Таққылап. Шынымен жасай, шебер боласың, қараңдаршы. Супер, да? Қараңдар, жасаған сайын әдемі шығып жатыр. Мынау ең алғашқы голубцем. Так что мен голубцы жасай алмаймын демеңіздер. Жасап көріңіздер. Жасай беріңіздер. Сонда ғана үйренесіздер. Неке көрдіңіздер ме? Мынау ең алғашқы жасаған, ең бірінші голубцы. Сосын бұларды қараңыздаршы. Сүмбіде. Қараңыздаршы. Еті де көрінбейді. Сүмбіде ғой, сүмбіде. Түсі қандай керемет, е, сұлу. Енді пісіруге кірсеміз. Енді қурамыз ғой. Табаға шамалы май құйдым, қайнатып жатырмын. Неге? Подушка, е? Жастықша ретінде. Не саламыз? Қандай көкөністер салам? Мінеке, бір қызанақ, кішкентай сәбіз, үйде қалғаны. Мынау укроптан қалған сабағы. Әдетте біз укроп, петрушканы қолданамыз да, сабағын лақтырып жүреміз. Енді осы сабақты кәдімгі табаның астына жастықша ретінде пайдалануға болады. Және өткенде картоп қорғанда мына бір картоп қалып қойыпты. Жастықша ретінде, орысша подушечка дейді ғой. В качестве подушки буду использовать вот такие овощи. Прекрасная подушечка получилась. Керемет жастықша. Қыздар берейікші, тұз тамақ дәмді болмайды. Қыздар береміз. Мынау ең бірінші жасалған. Голубцы сала салайық. Соткаларымыз. Тізген моншақтай ғой. Енді айтып көрсін, ең жазып көрсін жоқ. Андағы дұрыс емес, дұрыс жасаған жоқсың. Өте үлкен. Епетейсіз деп. Ең жазып көрсін. Мынадай мінсіз голубцыға білмеймін. Қандай мін тағуға болады. Қандай сыни пікір жазуға болады. Енді қазір тамақ істеме. Сен тамақ істей алмайды екенсің. Жандарым, осы уақытқа дейін. Мен тамақ істеп келе жатырмыз ғой. Жасым 47-де. Осы уақытқа дейін маған ешкім енді үйден кеткеннен бері, анамның қасынан кеткеннен бері өзімнің тамағымды өзім жасаймын. Сол біреулер жазады да, сіз тамақ істей алмайсыз. Тамақ жасамай-ақ қойыңызшы деп. Сонда маған кім тамақ істейді? Айтыңызшы, кім тамақ істейді маған? Аштан өлем ба сонда? Міне қараңыздар, су, осыншама ғана су құйдым. Жете ме, қалай ойлайсыздар? Тағы да қою керек па? Менің ойымша жетеді. Ал 35-40 минут. Мінеке 40 минуттың ішінде тамағымыз пісті.
40 минут өтті, енді піссе де піседі, піспесе де піседі. Енді осыны тәрелкеге саламыз. Қараңыздар, су мана осындай құйдым, су алмаған. Өте бұлай шүмпілдетіп құюдың қажет жоқ екен. Картошка пісті көрейік. Жұмсақ. Диетическая, да? Ана тәрелкемен таза сливаться етіп кетті. Екеуі бір түстен екен. Ақ тәрелкеге салдым. Қараңыздар. По желанию, кім жегісі келеді. Мінекей тамағымыз жеп жатырмыз. Пышақпен кестім де дәмін көрейік. Ауызын үйреді ғой. Өте дәмді. Осылай жасап көріңіздер. Керемет. Супер. Ас болсын, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахметімді айтамын. Лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар.